Ассалаумағалейкум достар, есен екен сауатты бол жобасы. Бүгінгі менің қонағым Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты Еділ Жаңбыршин ағамыз. Қош келдіңіз аға. Қош көрдік. Жемқорлық жайы, жалпы енді біздің тақырыптардың енді әр бағыты, әр түрлі қаржылық сауаттылық, қаржылық алаяқтық, медиа сауаттылық, енді көбінесе мына біздің айналысып жатқан жұмысымыз негізі жастар болғаннан кейін кішігірім болса да осы бағытта енді түсіндірме жұмыс деп айтпай ақ қояйық, бірақ негізі бұның түбі қалай, оның арты қалай болады, оған жоламау керек деген секілді кейбір мәселелерді қозғаймыз. Енді сіздің былай тақырыбыңыз емес, енді бірақ сіз бұл туралы, бұл бағытта өзіңіз айтар ақылыңыз бар деп шақырып отырмыз. Рахмет. Иә. Жалпы Қазақстандағы жемқорлық туралы, оның деңгейі туралы қандай баға бере аласыз? Енді бағаны меніңше тәуелсіз сарапшылар, тәуелсіз ұйымдар беру керек демек есептеймін. Енді біздегі осы Қазақстанның жемқорлықтағы деңгейін анықтайтын бірден бір әлемдік деңгейдегі бір рейтинг бар. Мысалы, сыбайлас жемқорлыққа деген қоғамның көзқарасы. Сол рейтингте біз ең жемқорлық деңгейі төмен елдерге 100 балл береді, ал енді жемқорлық тәуекелі өте жоғары және жемқорлық жайлаған елдерге 0 балл береді. Сол рейтингте Қазақстан 40 балл жинап 88-ші орында. Яғни содан көруге болады біздің елдегі жемқорлықтың деңгейін. Ол енді әлемдегі бүкіл 180 елдің ішіндегі сол біз 80-ші орындамыз. Яғни бел ортасында тұр деп айтуға болады. Бел ортасынан сәл төмен. Міне енді сол жасалынған сараптамалардың негізінде осы біздегі Қазақстандағы жемқорлық деңгейін көруге болады. Енді ол нақты анық деп айта алмаймыз, бірақ енді бір негіз болып сүйенетін мәліметтердің, деректердің бір деп айтуға болады. Жалпы жемқорлықтың түбінде негізгі себептер қандай негізгі себептер жатыр деп ойлайсыз? Экономика ма, мәдениет па, әлде біздің мемлекеттік жүйедегі мәселелер ма? Бұл жерде енді бірнеше факторлар бар. Ол тек қана бір фактор жемқорлыққа негіз болмайды. Көптеген факторлар оған әсер етеді. Біріншіден саяси институттардың экстрактивті болуы, интерактивті емес, инклюзивті емес. Жабық қоғам, немесе жаңа айтып отырған бұрынғы кеңес дәуіріне қалған әкімшілік, әміршілік жүйе, бізде ол әлі жойылған жоқ түгелімен толықтай. Кландық басқару, квази және мемлекеттік жаңағы мекемелердің монополиясы. Одан кейін біздегі осы жемқорлыққа қатысты мына моральдық, адами тұрғыдан қарағанда мәдениеттілік, руханияттың әлсіздігі, бюрократияның дұрыс жүрмеуі, осындай көптеген факторлар біздің тәуелсіз бұқаралық ақпарат құралдарының болмауы және мына әділ сайлаудың толыққанды өтпеуі, осының бәрі жемқорлыққа алып келетін фактор. Яғни нақты біреуі басымдыққа ие болып тұрған жоқ. Яғни қай сала болмасын, барлығынан бар. Себебі оны айтып отырғаным, бізде балабақшадан бастап үлкен жоғары кабинеттерге дейін осы жемқорлық кіріп кеткен. Яғни барлық факторлар жұмыс жасап жатыр. Жалпы енді көптеген бір жобалар шықса, жақсы бір үлкен тендерлер жарияланса, негізі оның былайша айтқанда ар жағында алдын ала келісілген өзінің бір жаңағы соның жобаның иесі дайын тұрады. Негізі көп жағдайда да бұл жалпы тендер деген нәрсе өз-өзін ақтап жатыр ма? Осылай жариялау деген сөз. Негізі принципінде бұл дұрыс. Негізі дұрыс, иә. Негізі дұрыс, себебі біз енді қалай анықтаймыз? Біз конкурс, тендер жариялап, немесе жаңағындай аукцион жариялап, біз бәсекелестікті туғызуымыз керек. Кімнің біліктілігі жоғары, тәжірибесі бар,
салықтан проблема жоқ, репутациясы мықты, сондай компаниялар қатысып шынайы бәсекелестікті жеңіп алу керек. Бірақ бізде аты барда зат жоқ қой. Ол жүреді, бірақ астында көлеңкелі, үстінен жоғарынан жүретін әртүрлі қозғалыстар, ол бәсекелестікті шынайы қылмайды, шынайы бәсекелестік қылмайды. Телефонмен мәселе шешіледі. Немесе сол жерде ұтып тұрған компания болатын болса, ол өздерінің компаниясы болмаса, оны өткізбеуге тырысады. Мысалы, бір үлкен квази бізде мемлекеттік құрылым бар. Соның деген осы парламентте айтылды, 70-80%, 50%-дан көбі тендерлері жаңағы өткізілген конкурстары бір неден кеткен, көзден. Яғни ол деген сөз. Ережесі бар, бірақ шынында да ол жерде өздеріне ыңғайлы немесе өздерімен аферленген, өздерімен сыбайлас компаниялар кетіп жатыр деген сөз. Немесе ережең сенің дұрыс емес. Мен ережесі дұрыс емес деп айта алмаймын. Сен ол жерде Гарвардты бітірген, Оксфордты бітірген, шетелден оқып келген, болашақ білген жігіттер отыр да. Олар ондай сауатсыз ереже жасайды деп мен айта алмаймын. Яғни бұл жерде жоғарыдан тапсырма келеді, немесе өздерінің ағайын тумаластары, немесе класстастары, группаластары, немесе өздерінің жаңа құрып болған, жаңа аферленген дейді ғой, өздерімен сыбайлас компаниялардың істеп отқан ісі. Сол жерде мысалы үшін мен сіздің кімнің айтып отқаныңызды, кімді меңзеп отқаныңызды болжап отырмын. Былтыр осы әлеуметтік желіде біраз дау емес, енді біраз жаңа әңгіме болды. Бір мектептер салынып жатыр. Үлкен, сол мектептерге жаңағы мысалы үшін бір алынатын заттарды нарықтан бағасын жоғары қойып, оны міндетті түрде басқа біреулер ұтып алған. Осы жөнінде сіздің әріптестеріңіз біраз әңгіме айтты. Енді ары қарай қалай шешілгенін оны мен білмеймін. Ары қарай бір қатты қадағалай қойған жоқпын. Бірақ именно былайша айтқанда біздің елдің сеніп отырған осындай үлкен жаңағы мекемелеріміз осылай бастағаннан кейін басқаларға не жоқ деп айтып қоямыз. Жалпы мұндай сіздердің жаңағы отырыстарыңызда, яғни отырыс деп мұндай жұмыстарыңызда мұндай нәрсе көп айтылады. Және мұндайлармен, мұндай мәселемен көпшілікті хат жолдайтын шығар. Яғни өздері арызданатын шығар. Заң әлсіз бе? Заң әлсіз емес, заң бізде қатаң. Мысалы, әлемдегі осы жемқорлық деңгейі жөнінен ең жаңағы тәуекел аз мемлекет болып, Дания мемлекет болып есептеледі. 90 балы бар. Жаңағы мана айтқан 100 балдың. Азияда топ 10-дыққа кіретін Азиядан жалғыз мемлекет бар. Сингапур деген. Бірінші 10-дықта 10 мемлекеттің 7-еу еуропалық. Оның жартысы Скандинавия елдері. Дания, Финляндия, Швеция, Норвегия. Швейцария бар, Люксембург бар. Енді тынық мұхит елдерінен Австралия мен Зеландия. Азияда Сингапур. Сол Дания мен Сингапурдың жазалауына қараған уақытта Қазақстанның жазалауы өте жоғары. Мысалы, пара беру мен пара алу Данияда 6 жылға дейін. Бізде пара алу 5 жылдан болмаймын 15 жылға дейін, пара беру 2 жылдан 12 жылға дейін. Қарап отырыңыз, біздегі жоғарғы потолок Даниядан жоғары. Сингапурда пара беру, ұмытпасам 5 жылға дейін, ал пара алу 5 жыл, бірақ мемлекеттік келісім шарттары болатын болса 7 жыл, 100 мың Сингапур долларына дейін айыппұл салынады. Бізде де айыппұлдар бар. Енді қарап отырыңыз, сонда біздің жазалау, жаңағы қылмыстық істеріміздің жазалау деңгейі жаңа айтып отырған әлемдік 10-дыққа кірген мемлекеттерден жоғары. Бірақ бізде бұл біз 88-ші орында жүрміз да. Сондықтан мәселе тек қана жазалауда емес, басқа да мәселелері бар. Біліп отырсыз ба, бұл жерде айта кететін бірінші мәселе, мысалы Данияны егер алып қарайтын болсақ, бұл 100 жылдай осы мәселемен айналысқан да, тарихы бар. Мәдениет қалыптастырған. Біріншіден оларда прокурор, соттар тәуелсіз және заң үстемдігі жүреді. Кім болсын ол жерде? Ол қандай қызметтегі адам болсын, оған заң жүреді. Егер мемлекеттің қызметшісі Сингапурда болсын, немесе Данияда болсын, ұсталып қалатын болса, ешкім оны телефонмен құтқара алмайды. Тамыр таныстықпен құтқара алмайды. Сен шаруаң бітті онда.
Екінші мәселе, бұл жерде мерократия бар, жұмыс жасайтын мерократия, яғни білімі, біліктілігі, мамандығы мықты, осы мемлекетке деген жұмыс жасағысы келетін адамдар жоғары көтеріледі. Біздердегідей емес. Біздер тамыр таныстықпен, ол жасыратын ештеңесі жоқ. Сен ана кісінің командасында болмасаң, сені кіргізбейді. Ол барлық жерде солай. Ол тек қана өзінің адамдарын алады, өзінің сенімді адамдарын алады. Бірен-саран бар шығар, өтіп кеткен, жаңағы ғайыптан тайып, бірақ олар көп өмір сүре алмайды ол жерде. Себебі әртүрлі жемқорлық схемаларға сен қол қоюың керек, не қолың керек, не кетуің керек. Мерократия жұмыс істейді, меритократия. Үшінші, олардағы жаңа айтып отқан мәселе, бұл мәдени қалыптастырылған. Оларда пара беру, пара алу деген мәселе адамның ақылына сыймайтын зат. Ол адам оны намыс көреді. Біліп отырсыз ба? Ол оның дүние танымына, көзқарасына жат нәрсе де. Мысалы, көшеге шығып сен отырып алып елдің көзінше дәрет сындырмайсың ғой. Сол сияқты оларда да сондай деңгейге түскен де. Жемқорлық мәселесін олар тіпті қабылдамайды. Яғни балабақша, мектеп, университет барлық жерде осы мәдениетте отбасында сіңірген де. Қоғам сол мәдениет қалыптастырған. Қабылдамайды оны. Беру алу деген мәселені. Тағы бір мәселе, жаңа айтып отырған бұқаралық ақпарат құралдарының тәуелсіздігін қалыптастырған. Бұл жерде ол төртінші билік деп қарамау керек. Бұл қоғамның бақылаушы инструмент есебінде пайдаланады. Өздерінің журналистік жаңағы тергеу тексерістерін жүргізеді. Тағы бір мәселе парламенттің мықтылығы. Үкімет апта сайын есеп беріп отырады, министрлер, премьер-министр. Біздің премьер-министр келе ме біздің парламентке? Жылына бір рет пе, екі рет пе келеді. Дайын сұрақпен дайын жауапқа жауап береді. Министрлердің өзінің келуі де өте сирек, бір заң қаралғанда келеді. Былай енді көбінесе орынбасарлар келеді. Мен Кореяда да көрдім, оңтүстік Кореяда. Министрді шақырып парламентке бір депутаттың сойып жатқанын. Жеке кәдім тұрысып бар, олар сондай арнайы қабылданған жаңағы парламенттің ішіндегі трибуна бұрылады, өкіл тұрады, үкіметтің депутат тұрады, қолында қарайған қағаз, ана кісінің қолында қарайған қағаз, депутат оны деген кәдім дұрыстап тұрып сойып жатады. Міне қазір парламенттік реформа жасаймыз деп жатыр ғой. Осындай парламентке үлкен құзыреттер беру керек, парламент тексеру, тергеу жұмыстарын жүргізу керек. Парламентке әкімдер де есеп беру керек, өңірдің әкімдері де, министрлер де. Премьер апта сайын демей қойын, ай сайын келіп тұру керек та. Ана квази мемлекеттік жаңағы небожитель болып алған үлкен нацкомпанияның басшылары келіп есеп беру керек. Бюджеттің ашықтығын тағы бір мәселе, жаңағы Дания, Сингапур, басқа мемлекеттер бюджеттің ашықтығы, бүкіл тендерлердің ашықтығы, кім ұтып жатыр, қалай ұтып жатыр, қай ақша қайда кетіп жатыр. Мысалы, мен сізге айтайын, Норвегиядағы жаңағы ұлттық қоры бар, ол пенсион фонды мен 1 триллион асып кеткен. Оны біріктіріп алған 1,7 триллион доллар. Сол онлайн режимде жұмыс жасап тұр. Көрдіңіз. Яғни олар өздерінің бүкіл ақшаларын қайдан келіп жатыр, қайда кетіп жатыр, бәрін кім ұтып жатыр, кім алып жатыр, қандай компания қай жерге салған, қайда салып жатыр, бәрін ашық көрсетіп қойғанда жасырын ештеңе жоқ. Біліп отырсыз ба? Ол да бір сол жаңағы жемқорлықты азайтудың бір факторлары. Халық көріп отыр, қайда кетіп жатыр қаржы, неге кетіп жатыр, нәтиже қандай дейтін мәселелердің бәрі қоғамға ашық көрсетілген. Әрине әділ сайлау болу керек. Әділ сайлау болу керек. Оларда мемлекеттік қызметші халыққа қызмет етеді, халық мемлекетке сенеді. Білесіз, осындай симбиоз, осындай қарым-қатынас орныққан. Бізде қазір қараңызшы, Қазақстанда қанша жақсы заңдарды біз қабылдаймыз. Күні кеше біз мына геологиялық саланы цифрландыру жөнінде және оның бүкіл мәліметтерін мемлекеттік меншігіне аламыз. Геологиялық қызмет енді жекешелендірмейді. Бүкіл ақпараттың бәрін көрсететін портал жекешелендірмейді дейтін мәліметті мен жарияладым. Астына комментін қарасаңыз, жартысы билікке сенбейді. Сендер заң қабылдап жатсыңдар, сендер жасап жатсыңдар, жер деген Қытайға кетіп жатыр, анда жемқорлық, мына жерде мынандай дейтін комменттің деген шет жоқ. Яғни тіпті жақсы мемлекетке пайдалы ақпаратты берсең де, халық оны қабылдамай отыр да. Неге? Себебі уже халықтың билікке деген сенімі өте төмендеп кеткен. Яғни әділдік жоқ, жемқорлық жайлаған,
ол тона төменгі деңгейден жоғары деңгейге дейін кіріп кеткен бұл обыр ауру дейді ғой, рак ауруы ұқсап. міне сондықтан оны халық көріп отыр, халықтан ештеңе жасыра алмайсың, әңгіменің шыны керек. Біз кете ойлаймыз, мына жоғарыда жүрген кейбір басшылар біздің істеп жатқанымызды білмейді деп, біледі бәрін, өте жақсы біледі. Батпандап кірген дүние мысқалдап шығады дейді. Оған уақыт керек. Уақыт та керек, оны күтіп те отыру қажет жоқ. Қазақстанда 20 миллион халық, 20 ғана өңір. 4-5 жылда тазалап тастауға болады, ол проблема емес. Мәселе сол біздің бүкіл мемлекеттік органдар, әсіресе мына құқық қорғау органдарда, сот жүйесінде осы жемқорлық тәуекел өте жоғары. Сол жемқорлықты күресіп, соны азайтуға жұмыстанатын органдардың өздері соған кіріп кеткен. Басқа не сұрайсың? Сондықтан бұл жерде жаңа айтып отқан бірнеше факторды жөндеп, ары қарай жұмыс жасамайтын болсақ, онда біздің байлығымыздан, айтып жатқан реформаларымыздан ешқандай нәтиже жақсы болмайды. Жалпы мына әлеуметтік желінің дамып, мындай кішкене жаңағыдай бірдеңе болса тек түсіріп көрсетіп, біреу ішінде де кәдімгі шынайы, біреу енді байбаламға салып атады, бәлеқорлыққа салып атады. Осының да бір ықпалы болған сияқты қазір енді кішігірім болса да, кейбір нәрседен жаңағы құқық қорғау орган жаңағы азаматтары сонда жұмыс жасайтындар кішкене аяқ тартатын сондай тұстар кездесіп жатады. Негізі осы әдемі дүниелерді ертерек жасап қойған жоқпыз ба біз? Мысалы үшін жаңағы заңдарды осындай болу керек деді. Мен осы уақытқа шейін бірнеше адаммен жолығып сөйлескен кезде осы тақырыптар бойынша барлығы әкпелетін дүние орындалуы нашар. Заңның орындалуы нашар. Бұл деңгейге қашан жетеміз? Енді жаңағы сіз айтып жатқан әлеуметтік желідегі көріністер, сол жердегі ашықтық, блогерлердің, былай белсенді азаматтардың көрсетуі мен дұрыс деп есептеймін. Себебі халық, белсенді азаматтар, үкіметтік емес қоғам, азаматтық қоғам бұл мәселеге араласу керек. Ашықтан ашық көрсету керек. Кемшілікті, биліктегі кемшілікті, жаңа айтып жатқан тендерлегі кемшіліктерді, істелген жұмыстардың нәтижелерін оны көрсетіп, мына эфирге шығару керек. Мысалы, 20-шы жылы біздерде жаңағы рейтинг бар ғой, сыбайлас жемқорлыққа қатысты. Сол жерде біз 94-ші орында болдық. 88 балл ма сондай? Жоқ. 34 па, 33 па балл болып, біз 94 деген орында болдық. Одан 23-ші жылы 93-ші орынға түстік. Енді 88-ші орынға түстік. Жалпы былай оң динамика бар. Бірақ жай. Бұл да сол жаңағы қоғамның кішкене осы жат біздің әбден осы ішкі бүкіл жүйемізді жеп жатқан мына ауруға деген олардың жиіркеніші немесе соны ашық айтуы, көрсетуі осы бір нәтижелерге алып келіп жатқан шығар деп мен ойлаймын. Оны енді толық зерттеу керек. Арнайы институттар қарап. Жалпы біздің осы арнайы институт қоғамдық институт қой, енді жаңағы қадағалайтыны. Бірақ енді жаңағы өзіңіз айтып отырсыз, мына комменттерге қарасаң сенбейді деп. Бірақ кішігірім бір шамал болса да ұйымдар бар, шамал болса да белсенді азаматтар бар, барынша қимылдап жатыр. Кейбіреу тіпті арнайы бір жаңағы подстава дейді ғой, біреулер үстінен жаңағыдай қайта мезі қылғаннан кейін оның үстінен арыз жазып, оны ұстап алған сондай ситуацияларда толып жатыр. Біз неге, мен ойлаймын да, мысалы үшін 90-шы жылдары оқуға түскен кезде, өзіңіз де жақсы білесіз, тәуелсіз болған жылдары жұрттың бәрі бала шағасын жалпы жаңағы салық комитетіне, жаңағы полицияға, прокуратураға соған ұмтылу үшін балдарын соған оқытты. Және ол ашық түрде кәдімгідей ол сол жерде жұмыс жасаса, ол жағдай жақсы болады деген сияқты қоғамда сондай бір пікір қалыптасты. Қазір енді ол тенденция кішкене азайған сияқты көрінеді. Тіпті кейбір жаңағы сол жерде жүрген жігіттермен сөйлессек, кадр мәселесі жалпы қиын дейді. Ол жерлерге жаңағы полиция қызметкері болып баратын сондай жерлерге кейбір жаңағы учаскелік полиция кадр жетіспейді дейді. Кадр болғанда кәдімгі оқыған, жақсы көбінесе сондай жерлерді тастап кетіп жатқан жастар көбірек дейді. Енді бұл бір жағы жақсы, бірақ енді ертең ол жерде де жұмыс жасалыну керек қой. Оған да адам келу керек қой. Бір сұрағымның аяғын аяқтаған жоқпын. Мына заңдар неге жерде орындалмай жатыр деген. Соған жауап берейін, сосын келесі неге өзім ойымды айтайын. Шынында да
заңдар қабылданып жатыр, бірақ оның іске асуы мардымсыз. Және нәтижесі төмен, пайдалы әсер коэффициенті аз деп айтуға болады. Оны орындайтын адам ғой. Біз бұл жерде жақсы заң қабылдаймыз парламентте. Оны іске асыратын арнайы органдар бар, немесе жаңағы әкімдіктер бар, басқа да жаңағы басқармалар бар деген сияқты. Міне сол жерге келген уақытта жаңа айтып отырған біздің не заң оқымайды көбінесе қызметтегі, мемлекеттік қызметтегі азаматтар. Тым жақсы заңдар шығып жатыр. Осы кейбір заңдарымыз шығарып, елге барып, жаңағы әкімшіліктің жігіттерімен сөйлессек, оқымаған. Біз айтып жатырмыз, шығарып жатырмыз. Олар әлде текучкеден қолдары тимей ма, әлде оған ол қызық емес па, мен о жағын білмедім. Бірақ сол өздерінің қолына берген механизмдерді іске асыру өте төмен деңгейде. Мен бір қызық кейсті айтайын. Қалада әкім болдым мен 3 жыл. Ақтауда, иә. Сол Бауыржан Мұхамеджанов деген әкім мені сол қалаға әкім болып қойды. Жаңаөзен кризисінен кейін кадрлардың көбі түрмеге тоғытылды. Сондай бір үлкен бір коллапс болды деп айтуға болады мемлекеттік басқаруда. Адамдар барғысы келмей қалды. Сол кездерде біз соған тап болдым мен енді. Сол кезде қоғам белсендісі болып жүрсіз? Жоқ, мен сол желтоқсанның алдында 5-ші желтоқсанда мені табиғи ресурстар басқармасына басқарма басшысы қылып қойған Қырымбек Елеуович. Сол 6 күннен кейін сол жағдай болды. Сол әкім ауысты. 9 айдай мен жұмыс жасадым сол басқармада. Сол кезде көзіне түскен болуым керек, Бауыржан Әлімұлының мені қалаға әкім қылып қойды. Сонда қалаға келсем, 21 ғасыр мен айтып отқан әңгімем. Келетін хаттар мен шығатын хаттарды тіркейтін ИСИДО деген арнайы единый система документ оборота деген бар, жаңа платформа жасақталған. Сол облыс орталығының қалада жоқ. Амбарный кітаппен тіркеп отыр ғой, 19 ғасыр. Және кілең ана замаскілер бар ғой, ақпен. Соның бәрін бүйткен, сөйткен, оның бәрін канцелер әкеліп маған көрсетті. Бір өзімнің көмекші қылып бір баланы алып келгем, соған тәртіпке келтіруге. Қараңыз, 21 ғасыр ең дамыған өңірлердің бірі Маңғыстау облысы, оның орталығы Ақтау қаласының канцеляриядағы корреспонденцияны тіркейтін және шығаратын система қолмен жазылып, жаңағы ескі амбарный кітапқа істеліп отыр. Басқа аймақтарда? Білмеймін. Мен соны таң қалдым. Қалай мұны? Біз управлениеде отырып соны жасап отырмыз, ИСИДОны. Қалаға келген уақытта ол жоқ. Екінші бір үй бөлетін жүйеде сондай кітап арқылы істелінген. Керек кезінде жытып тастайды, керек кезінде өзгерте салады. Ойларына келген жасағанда. Қараңыз. Сонда бірақ үкіметтің тапсырмасы бар ғой. Мемлекеттің тапсырмасы бар. Ендірің деген цифрлық қағаз айналымды. Соны жасалмағанда. Сонда меніңше көбінесе осы жергілікті жердегі жаңа заңдардың орындалмай жатуы адамға байланысты. Бір адам көп затты өзгерте алады. Бір мемлекеттік қызметші қолында билігі болса, істей алады оны. Тек шынымен, шын ниетімен сол жердің тазалығын жөндеймін десе. Бірақ ол қиын. Себебі ол жасағанмен түбе ол басқаларға әсер етіп бастайды да. Олар оған мүдделі болмаса, не оны шығарып жібереді жұмыстан, не оны подставить етіп отырғызып жібереді, жаңа өзіңіз айтқандай, немесе оған әртүрлі қысымшылық жасап, не оны көндіреді, қалай болғанда жаңа айтып отырған ақ қарғаны или қара қарға қылады, немесе оны өлтіріп тынады, немесе оны шығарып тынады. Міне жүйе сондай, қабылдамайды оны. Сондықтан бұл жерде үлкен кешенді жұмыс жүргізуіміз керек та. Біліп отырсыз ба? Заңның жұмыс істей алмайтқаны сол. Енді осы жөнде жаңа сауаттылыққа байланысты көбісі айтып жатыр да, мектептен бастап үйрету керек, жаңағы арнайы пәндер болу керек, немесе курстар болу керек. Жас балаларға, мектеп жасындағы балаларға бұл қаншалықты қажет жемқорлық туралы айту? Енді жаңағы келесі, жаңағы адамдар жетіспей жатыр дедің ғой. Ұмытып кетпейік. Себебі көрермендер сол сұраққа жауап іздегісі отыр. Меритократия, жаңа айтып отырған. Біздің құқық қорғау органдарының жалақысы жаман емес.
Мемлекет оны киіммен қамтамасыз етіп отыр, қару-жарақпен қамтамасыз етіп отыр, оны көлікпен қамтамасыз етіп отыр. Оларға берілетін льготтар бар. Неге бармайды? Ана жүйе әбден шіріген. Егерде ол жерде тазалық болатын болса, ол жерде меритократиямен адам көтерілетін болса, өзінің қызметінде, өзінің алатын жаңа наградасы, өзінің алатын жаңа жұлдыздары, барлығы соның өзінің істеген атқарған таза жұмысына сәйкес берілетін болса, қызметінде өсетін болса, парамен емес, таныстықпен емес, өзінің кәдімгі нағыз қызметімен өсетін болса, неге бармайды? Ол жерге мықты азаматтар барады. Көз жетпей тұр ғой. Иә, себебі олар көріп отыр. Қандай жағдайда олар жұмыс жасап отыр, қалай олар кәсіпкерлерді қысады. Біліп отырсыз ба? Олардың бәрі қазір погондағы бизнесмен да, былайша айтқан уақытта. Кіріп кеткен ғой, тендерге кіріп кеткен, мынаны крышевать етеді. Оны жасыратын ештеңе жоқ. Біз бұл ауруды айтуымыз керек. Айтпасақ, ауруын жасырған арам өледі дейді. Оған жігіттер де ренжімеу керек. Соны басқарып отырған бас прокурорда, ішкі істер министрде, соттың бастығы да ренжімеу керек. Бар ол. Келіп айтсыншы, менде жоқ тап-таза деп. Айта алмайды олар. Біліп отырсыз ба? Ол барлық сол органда бар. Ол акиматта да бар. Ол жаңа айтып отырған құқық қорғау органында да бар. Ұлттық қауіпсіздік комитеттің өзінде де бар. Ол жасыратын ештеңесі жоқ. Тіпті сол антикордың күресіп жүрген өзінде де бар. Оларға айтсаң, олар саған ренжиді да, ана өзінің кемшілігін түзеумен айналыспайды, сенімен айналысып кетеді. Сенің бизнесің тексеріп кетеді, сенің жаңағы салығың тексеріп кетеді, қолдан жаңағы арыздар жаздырып сені қинап бастайды, тексеріп бастайды. Ол әлі күнге дейін солай жүріп жатыр. Мен білемін ондай кейстерді. Соларға әңгіме айтқан кәсіпкерлерді қалай түрмеге апарып тоғытқан, немесе оның бизнесін тоқтатып қойған, немесе оның бизнесіне кедергі жасап отқан кейстер өте көп Қазақстанда. Сондықтан олар бизнесмендермен айналыспау керек, олар өздерінің ішін тазалаумен айналысу керек. Нормальный азаматтарды алып тартып жұмысқа алу керек. Бірақ енді ол үшін мықты жүрек керек та. Өзіне сондай бір мақсат қою керек. Егер бірінші басшы өзіне мақсат қоймаса, ондай бәрі бос әңгіме. Ештеңе де өзгермейді. Жалпы енді жаңа Норвегияның мысалын айтып қалдыңыз, Сингапурдың, шетелге шығасыздар ғой сапармен. Енді осы жөнінде жаңағы сол жердің парламент, жаңа депутаттармен кездесесіздер. Қызық дүниелер бар ма осы жемқорлыққа байланысты? Қалай айналысып жатыр? Қай бағытқа жұмыс жасайды деген сияқты. Оларда мысалы үшін жаңа сіз айтып қалдыңыз, заң қызық, жақсы заңдар шығарады, орындалуына байланысты деген секілді. Енді жаңағы балдарға оған айтып беремін. Бір сұрақтан екінші сұрақ көшіп кетіп жатыр. Балдарға айту керек, көрсету керек, қылмыстың қандай жазаға тартылатынын. Ол енді керек зат. Ол профилактика. Мысалы Қытайдың мектептерінде жаңа балдарды оқытқан кезде оқымаған адамдардың қандай ауыр жұмыс жасайтынын көрсетеді екен. Иә, бар. Білесіз ғой. Соны көргеннен кейін балалар жылап отырады жаңа. Мамаларын, папаларын қандай ауыр қызмет жасап жатқанын. Сол сияқты оларға да, ол да біреудің әкесі шешесі ғой, ұсталған қылмыскерде. Олар көрсету керек, семьясында қалай болды, қалай қылмысқа барғаннан кейін қай жерге барып отыр, қандай қорлық, қандай қиындық көріп отыр. Оның отбасы және өзі. Оны көрсету керек. Балдарға сол миына сіңіру керек. Заңның бұзуы, тәртіпті бұзуы неге алып келетінін білу керек олар. Себебі бала көргенін жасайды. Бала біреудің емес, бала өзінің әке шешесі не жасап жүр, өзінің жақын, отбасында болып отқан дүниені қайталайды. Және сол біреудің отбасында қандай заттар болады, олар өзі көру керек та, білу керек. Біз оны көрсетуіміз керек. Біз сол балабақшадан бастап, жаңа айтып отқан жемқорлыққа нулевой терпимость дейді ғой. Нөлдік төзімсіздікті қалыптастыруымыз керек. Оның дұрыс емес екенін миына құйып тастауымыз керек баланы. Пара беру, пара алу ол деген болмайтын зат екен. Ол керек дүние. Енді жаңағы шетелге шыққан уақытта, енді айтып отырмын, олар деген көптеген жылдар сонымен айналысқан, заңдық жағында, жаңа айтып отырған бұқаралық ақпарат құралдарының тәуелсіздігі, меритократия деген сияқты мәселелер. Жаңа бір кейсті айттым, Кореядағы, оңтүстік Кореяда. Бізге енді үлгермей қалды, мен түсіріп үлгердім. Менде бар ол видео. Премьер-министр ма біреуін шақырып алып, бір депутаттың оны сойып жатқаны кәдімгі. Ол практика. Норвегияда былай жасап қойған. Мысалы, жаңа ұлттық қорының ақшасын қайта ала береді ол бізде. 3% болу керек. 3 или 4% қазір. Енді ол маңызды емес.
3 пен 4-тің былай айырмашылығы, бірақ енді олар үшін маңызды. 3% болу керек или 4%. Ұлттық қордан алуға рұқсат жоқ. Парламент сондай заң қабылдаған. Қарап отырсаңыз. Бізде сондай Мұсабаевымыз норма бердік. Өткенде бюджетный кодекс кірген уақытта 4%-дан артық ұлттық қордан қаржыны алуға болмайды деген. Өткізе алмадық. Біліп отырсыз ба? Бізде президенттің тапсырмасы бар, ұлттық қордың көлемін 100 миллиардқа дейін жеткізу керек деген. Біз енді олардан ала беретін болсақ, жыл сайын ол қалай біз оны толтырамыз? Бұл жерде де енді мен жемқорлық деп отқан жоқпын, себебі біз балдардың да болашағын ойлауымыз керек, мемлекеттің де болашағын ойлауымыз керек. Бұл жерде жаңағы ұлттық қорға жиналған ақша ол біздің байлығымыздан түскен ақша ғой. Ал оны алып жаңа тиімсіз жұмсау бұл үлкен қате деп мен есептеймін. Стратегиялық қате. Сондықтан біз сондай норма бергенбіз, өткізе алмадық. Қолдамады бізді. Үкімет те қолдамады. Айтпай-ақ қояйын енді. Айтсам қазір ренжиді бәрі. Сол қолдамады. Сондықтан мен айтам, осы шетелдегі негізгі мәселе сол оларда қоғамда осы пара беру, пара алу бір жиркенішті зат болып есептеледі. Ол көрінген жерде көруге болады. Мысалы, ашықтық, жаңа айтып отырған Норвегиядағы бәрі көрініп отыр. Ұлттық қордан қаржысы қанша түсіп жатыр, көбейіп жатыр. Кім оны басқарып отыр? Көшедегі жаңағы тазалық, тәртіп, барлығы наглядно көрініп тұр. Адам біреуге тәуелді емес. Айтпақшы, мынандай кейс бар. Эстония почти 100% өздерінің қызметтерін цифрландырған. Мысалы, мына кеңестік одақтан шыққан 15 мемлекет бар ғой. Соның үшеуі алдыңғы, сол 15-нің рейтингісін қарайтын болсам, үшеуі алда тұр. Прибалтика елдері тұр, сосын Грузия тұр, Молдавия, сосын бар Қазақстан келеді. Армения бар, сосын бар Қазақстан. Қазақстан 7-ші болып тұр, 15-нің ішінде. Тағы елордадамыз. Сонда Эстонияда бүкіл өздерінің қызметтерін цифрландырған. Адами факторды алып тастаған. Себебі цифрландырған уақытта ол жерде із бар. Кім қол қойды, кім шешті дейтін мәселе. Олар сол цифрлық кезеңге өтіп кеткен. Қазірде біздің осы президенттің айтып отқан сол ғой. Цифрландыру керек. Мейлінше адами факторларды азайтуымыз керек. Біраз дүние цифрландырды ғой бізде. Жоқ, әлі көп цифрландырылған жоқ. Бізде қазір басында деп айтуымызға болады. Жалпы цифрландырылса, көп дүние әсіресе ең төменгі және орта деңгейдегі жемқорлықтан біразынан құтылуға болады. Енді тұрмыстық деңгейдегі жемқорлық бар. Жаңа айтып отырған мемлекеттік сатып алудағы жемқорлықтар бар. Ол цифрмен де көп мәселе шеше алмаймыз. Адам жөндеуіміз керек та. Jonda ең болмағанда бір алғышарт ғой. Мысалы үшін шында да бір қазір бір жерге барып құжат алу үшін бұрын тамыр таныс іздейді, анау іздейді, уақыт өтіп кетеді. Қазір уақыттың кезеңі келді, барды бір сәтте шығарып берді. Ол да бір не ғой. Мысалы көрші елдерде осы жөнінде айтып жатсаң, көбісі таңғалып жатады. Енді араласып тұрамыз ғой, көп жаңағы оңтүстіктегі көршілерімізбен сол кезде кәдімгідей таңғалып жатады. Менің айтып отырғаным бюджет қаржысын бөлуде, квазимемлекеттік қаржылар, ол жерден алатын несиелер, бәйтеректен, БРК-дан, Қазақстан дамыту банкінен, самұрық қазына дейтін үлкен жаңа біздің үш үлкейт, олардың тендерлері бар. Біз олардың бәрін ашық цифрлап ашықтылатын болсақ, және оның бәрін таза бәсекелестік ортаға жіберетін болсақ, оны көбіне өзгереді. Ол жаңағы банкілердегі екінші деңгейдегі, әрине ол жерде бәрі финтехпен істелінген. Жаңа айтып отырған удостоверение, паспорт алу, ол сондарда көп затын еткен. Бірақ ол жерде де көптеген жаңағы мәселелер болды ғой. Жемқорлық, ұсталды адамдар сотталып жатыр деген сияқты. Сондықтан біз әлі толық қанды жаңа қаржы айналымы жүріп жатқан жерде, шешім қабылданған жерлерде әлі толық біз цифрландырған жоқпыз. Жалпы жазаны күшейту қаншалықты жеңілдетеді? Жаңа айттым ғой, салыстырмалы түрде біздің жазалау жаңағы 5 жыл 10 жыл дейді ғой, бірақ ол жерде орындалуына байланысты ғой. Кейде мысалы үшін бір министрліктер немесе әкімдер жаңағы оның
бір қызметкері ұсталып жатса шетелде мысалы үшін бірден сол астап кетеді. иә, бізде ол жоқ. Сосын көбінесе жаңа қол қоятын орынбасарлары ұсталып кетіп жатады. Кейде жаңағы министр немесе әкімдік жаңағы өз қол қоймайды, қаржы жөнінде жаңағы орынбасарлар ұсталып, жаңағы мәдениетке қатысты бір басқармада сол жерде жұмыс жасап жүрген есепке жауапты бірнеше жігіттің ұсталып кеткенін көрдік. Бірақ соған тиісті жауапты адамдар дым болмағандай қазір ортамызда жүр, өкініштісі. Әмір Темірдің заманында Әмір Темір өзінің империясына үлкен тәртіп орнатқан екен. Иә. Алтайдан, Атыраудан шығып Алтайға дейін 5 жасар қыз үлкен табақты басына ұстап, үстіне алтын салып, таңертеңнен кешке дейін, түнге дейін жүріп өтетін болса, ешкім тимейтін болған оған. Иә, әр 40 километр сайын. Жоқ, ешкім тимейтін. Неге дегенде, ол әр жаңағы ауыл бар ғой, әр участок бар, әр аудан бар, әр қала бар, шаһар. Соның басшысын жазаға тартады екен, сол жерде қылмыс болса. Қылмыс болды ма, сен жауаптысың. Сен солармен біріксің. Ұрлық болса қолын шауып тастайды, адам өлсе басын шауып тастайды. Енді сондай бір жесткий сондай тәртіп орнатқан екен. Ана қылмыскерді тәртіпке іздемейді, ана басшыны жазалайды екен. Яғни бізде сол шешім шығарған кезде бірінші басшы емес, жаңа өзіңіз айтып отырған, оның орынбасары, тіпті төмендегі бір жай шенеунік қолға сол кетеді. Ол шенеунік бастық айтпаса, ол істемейді ғой. Мен де әкім болдым. Ол жүйені жақсы білемін, аппараттың жұмысын. Әкім шешім қабылдамай, ешкім тырп етпейді. Бізде сондай вертикальный иерархия. Әкім қалай айтады, солай болады. Менде ол әкімнен тыс бас екеу болса, бірдеме жасайтын болса, әрине өз жауап береді. Бірақ енді көбінесе әкім саясат жүргізеді ғой. Себебі саяси тұлға. Сондықтан мен ойлаймын, бізде әділдік, жаңағы жаза тартылатын кезде әділдік орнамай, жаңа мәселелер қайталана береді. Мысалы, өзімізді көріп отырмыз ғой. Әбден мемлекетте зиян келтірген адамды шығарып жіберді, ал одан төмен мемлекетке зиян келген адам бәлен мәжілісте әлі түрмеде отыр мысалы. Кімді айтып отқан түсініп отырсыз? Иә. Ол әділдік па? Жоқ. Келісім бар деген сөз. Кулуарный. Неге олай болу керек? Мен егерде тура биде тума жоқ, туғанды биде иман жоқ деген қазақта сөз бар. Сингапур солай жетті ғой. Тәуелсіз антикор. Өзінің туысқандары, достарын ешкім әлі аяған жоқ. Аймайды, аяған жоқ, сөйтіп тәртіп жасады. Бізде де солай болу керек. Туған тумалас, жақын жуық, жиен бажа, тағы басқа, құда деген мәселелерде бұл егер заң бұзса тартылу керек жауапқа. Сонда қалғандар бәрі тып-тыныш болады. Жаңа өзіңіз айтып отырсыз, Әмір Темірге байланысты 20 ғасырдың басына шейін бізде бір далада түрме болған жоқ. Мысалы, елден шығарып жібереді, ары кетсе бір топ нені, ол басқа бір руға барып сіңеді деген сияқты, жеке адам шығарып жіберу, өзінің даланың заңдары болды да. Көп жағдайда осы жаңа ағалармен жолыққан кезде неге біздің көп жағдайда біздің бір бұл қазақылық қой дейді, жаңа өзінің тумаластарын шақыру, жұмысқа алу, жаңағы өзінің командасында сенімді адам деп бұл көбінесе сондай бір адамдарды алады жандарына ше. Негізі біздің осы бір қазақылығымыз сол кедергі жасамай ма? Бұл жерде бір мәселе бар. Бұл жерде қазақылықтың өзі рухани тәлім тәрбиеге негізделген. Иә. Бұл заманда, ол заманда елді жаудан қорғау керек болды. Кімнің баласы көп, кімнің малы көп, ол үлкен билікке, күшке ие болды. Яғни өзінің ауыл аймағымен, бота тайлағымен, ағайын тумаласымен, жекжат жұрағатымен бірігіп көшіп жөнді, бірігіп шаруашылық жүргізді. Әбіш Кекілбаевтың айтқаны бар, вегетативный жаңағы өсімдіктерге бағытталған шаруашылық болды бізде. Себебі мал шаруашылығымен айналысты. Бізде индустрия болған жоқ, өндіріс болған жоқ. Яғни оны қалай атқарады? Оған көп күш керек.
оған адамның қол күші керек, малды бағу үшін, малды көшіру үшін, елді көшіру үшін, орынды ауыстыру үшін, жаз жайлауға, қыс қыстауға бару үшін. Міне сол кезде сол жаңағы ру, тайпа, ел бірігіп болып жұмыс жасады. Ол біздің қанымызға сіңді. Енді біз ол аграрлық мемлекеттен индустриалдық мемлекетке өттік. Отырықшы ол енді бізге орысша айтқан насаждать етті, патша үкіметі келді, революция болды, бізді бая өзіміздің шаруашылығымыздан басқа экономикалық қарым-қатынасқа өзгертті. Күштеп біздің малымызды алып кетті, конфискеледі, совхоздар құрылды, колхоздар құрылды. Біліп отырсыз ба, біздің бүкіл дүниетанымыз, қарым-қатынасымыз бұзылды. Бұрынғы модель бұзылды. Бізде әлі сол қалып қойғанда, енді біз жаңа айтып отырған әлемдік заманауи модельмен жұмыс жасағымыз келсе, онда біз сол кейбір қарым-қатынастарды бұған араластырмауымыз керек. Біздерде енді қазір ол инновациялық дамитын болса, ол жерге ағайын тумалас емес, біріншіден компетенциясы жоғары, біліктілігі жоғары маман керек. Біліп отырсыз ба? Осы екі арасын айыруымыз керек. Енді бұл жерде мысалы үшін жеке кәсіпте нағыз жұмыс жасайтын адамды алады. Басында өзінің туысқанын алып, басы соғылғаннан кейін жұмыс жасайтын адамды алады. Қазіргі кәсібі дөңгеленіп отырған үлкен жаңағы алға шығып кеткен компанияларда сондай. Бізде бұл жерде сол мемлекеттік жұмысқа келген кезде әйтеуір соның бір қасында соны қолдайтын әлі күнге шейін сондай факторлар кездеседі. Бұл ары қарай жалғаса бере ме? Мысалы белгілі бір рулардың айтылып атады ғой, мысалы үшін мына жерде мынаны тартты, мынаны тартты. Ол жасырын емес. Жасырын емес. Қазір министрлерді, шешім қабылдайтын жердегі адамдардың бәрін алып, егерде оның руын, жерін қарайтын болсаң, өзі ақшаға келеді. Оны үлкен зерттеудің де қажеті жоқ. Мысалы, қай рудан, қай өңірден, мысалы кейбір ауылдардан бәленбай генералдар шыққан кезінде. Бірақ оған генералға сол қызметке сай болмаса да. Себебі оның көкесі отыратын жерінде. Енді бізде әлі сол жалғасып келе жатыр, шынын айту керек. Білім бар мықты жігіттер жібермейді. Неге? Биліктен айырылып қаламыз деп қорқады. Елдерің олар өсіп кетеді, олар ертең бізді лақтырып тастайды. Ертең олар біздің орнымызды тартып алады дейтін сондай қауіп бар деп мен өзім ойлаймын. Бәрінің мәселесі билікке таласу ғой. Билікте болса, менің қолымда ресурс болады, байлық болады дейтін мәселе. Сол позицияда әлі келе жатырмыз. Сондықтан жаңа айтып отырған, біз егерде дамитын, жаңа айтып отырған, ондық демей ақ қойынша, сол 30 елдің жемқорлыққа тәуекелдігі аз құрамына кіретін болсақ, мысалы Қытай қазір индустриал дамыған, және ату жазасы бар. Білесіз бе қандай орында тұрған, қандай балы бар екен? 24 жылдың қорытындысы бойынша. Бізде 40 бал, оларда бары 43 бал. Бірақ қазір әлемде аузына қаратып отыр, екеуміз жүріп отыр, бірақ олар жемқорлық бар. Біліп отырсыз, жабықтық бар, қылуарлық бар, мафия бар. Біліп отырсыз ба? 43 бал 76-шы орында. Біз 88-ші орында. 8 позиция арамыз. Балдан 3 бал айналасы. Бірақ жұрттың бәрі айтады, Қытайдағы сияқты адамдар мені ату керек деп. Қытай атып жатыр, бәрібір сол 43 балмен отыр да. Ешкімді атып атқан жоқ, Финляндия мен Дания. Бірақ олар алдыңғы орында тұр. Міне мәселе, егерде біз шынымен де өте өркен ниетті, әділ, заң мен тәртіпті бағалайтын мықты мемлекет болғымыз келсе, жемқорлығы аз. Онда жаңа айтып отырған бас жасайтын жігіттерді қорықпай тартып бюрократияның системасын пайдаланып алып келуіміз керек. Любой жерге. Сонда ол ел түзеледі. Ал егерде жаңа айтып отырған, сіз айтып отырғандай, тамыр таныстықпен, ағайын тумаластықпен, жекжат жұрағатпен тартатын болса, ол дамымайды. Мен даже білемін кейбір кәсіпкер жігіттерді, олар уже тумаластарын жолатпайды. Ұрлаған, жұмыс жасамаған, бизнесті төмен түсіріп жіберген, олар мықты жігіттерді іздейді, соларға өздерінің долясын береді, отырғызып қойған, жұмысын жасап отыр. Проблема жоқ. Алаңсыз. Себебі түсінді, туған тумаластықпен бизнес дамымайды.
туған тумаластықпен мемлекет қызмет дамымайды. Сондықтан ғой президент жаңағы конституцияны алып тастады, жаңағы туған тумаластарды қоюға болмайды дейтін мәселені. Сондықтан мен ойлаймын, осы біз әлі сол бір сондай кезеңдеміз, өтпелі кезеңде. Әлі біз бір мықты жүйеге шыққан жоқпыз. Жалпы жемқорлықты толық жою дегенге мен өз басым енді білмеймін, екіұдай қалам. Енді ол дамып кеткен елдерде де бар ғой, енді ол бар. Бірақ енді біз көп нәрсені бір сезіп отырамыз. Ананың адамы мынау мындай қыл шығарды, немесе бір жоба жаңағы шығатын болса, ол алдын ала бір жерде айтылады. Сол сәтте проект дайын тұрады да, мысалы үшін үлкен жоғарыдағы кісілер бірден айтатын болса, ертеңінде бір 2 күннен кейін кәдімгідей жоба дайын тұрады, және соны орындайтын адамдарға шейін дайын тұрады да. Яғни себебі ол алдын ала соған дайындалып келген дүние, және оны сезіп қоясың. Мен өз басым болашақта бір кәдімгі ортаға салып, әртүрлі жақсы идеялар алынып, сол идеяны алып келген адам ары қарай алып кетіп көрсететіндей, жұмыс жасайтындай, ортаға пайдалы болатындай, мейлі ол 10 адамға болсын, мейлі 100 адамға, мейлі 1000 адамға болсын, ең басты пайда істейтіндей, және осы арқылы өсетін ортаны осындайды көргім келеді. Сізде ондай ой бар ма, және оған жетеміз ба? Сен де жоғары жақта көбірек жүрсіз ғой. Мен сол өмір бойы арманым сол ғой. Сонда бір қоғамды көргім келсе. Өзім де соған көп жұмыстандым. Жоғары оқу орнында осы бір филиалды басқарған кезде ұжым жинап алып айттым. Или бәріміз взятка алуымыз керек, пара. Или бәріміз алмауымыз керек. Давай бір келісіп алайық басынан деп. Сөйтіп басынан келісіп, жақсы бір оқу орны болды. Бірақ енді оның өмір ұзаққа бармады, жауып тастады. Тенденция сондай болды мемлекеттегі. Бір-екі адам сол зачетқа алып жүргісі келіп еді, оқудан жұмыстан шығарып жіберді. Әкімшілікке барғанда да шамам келгенше сондай. Айтпақшы, 3 жыл әкім болдыңыз ғой, кешірім сұрайым, сөзімді бөлгеніңізге, сөзіңізді бөлгеніме. Бірақ енді класстас бар, ағайын туыс бар, нағашы деген бар, жекжат, жұрағат деген бар, келген шығар арасында. Келеді, ол қазірде де келеді. Ол болады, бірақ мәселе сен қандай шешім қабылдайсың. Мәселе сенің өкпелеп кеткендер жоқ қой. Өкпелеп кеткендер болды ғой. Өкпелей берсін, себебі ертең мен түрмеге отырсам маған алып келмейді ғой, тамақ етмейді солар. Сондықтан бұл жерде мемлекеттік халықтың мүддесін бірінші қою керек. Қалада әкім болып тұрған кезде, мысалы, маған айтты, мына тендерден 10% алу керек, черный кассасы болу керек дейтін әңгімелер. Мен айттым, жоқ дедім. Дұрыс жұмыс жасаң, таза жұмыс жасаң, келген тексерушіге заңмен жұмыс жасаңдар, ештеңе беріп те, майлап та, сайлап та қажет жоқ. Сол біраз жұмыс жасадық біздер. Балабақшадағы орындарда орналастыру, жер бөлу, үй бөлу, тендерде, мысалы, 20-ның үстіндегі компаниялар қатысатын біздің қаланың тендерлеріне. Бұрын 3-4 компания қатысады, жаңа келіседі оған алдын ала. Сондай заттар жасадық. 4 айдың ішінде менде 200 миллиондай ақша профицит болды. Қаланың бюджетінде ондай болмаған. Ол мен жаңа мақтанып айтып отқаным жоқ. Просто мен өзімнің басымда өткен кейстерді айтып отырмын да. Мәселе барғаннан кейін сен ниетіңе байланысты. Екінші жылы менде 400 миллион профицит болды. Сол барған жеріңде сен дұрыс жұмыс жасап, адамдарды соған дұрыс бағыттайтын болсаң, бюджеттің қаржысы да жетеді. Біздер келгеннен кейін мен әдейі әлеуметтік зерттеу жүргіздім, тәуелсіз. Сонда бірінші орында азық-түлік қымбаттылығы тұрды. Себебі біздің Маңғыстау өте азық-түлікке тәуелді. Облыс соның ішінде орталығы. Екінші мәселе медицинадағы мәселе қойылған болады. Үшінші орында бөлісті білім саласының сапасы мен жемқорлық. Біздер жаңағындай жүрген делдалдарды, жаңағы әділетсіз балабақша бөлуді, әділетсіз үй бөлуді бәрі жойғаннан кейін үй комиссиясын мен өзім басқарып отырдым. Көптеген құқық қорғау органдары, оның ішінде қалалық прокуратура, бұрын мәселенің бәрін шешіп отырған ғой, оның бәрін жолын жаптық біздер. Сонда бір жылдан кейін 21 проблемдық
сұрақтардың ішінде жемқорлық 14-ші ма 17-ші ма орынға кетіп қалды. Біліп отырсыз ба? Қалай сен жұмыс жасайсың, оны қалай көрсетесің, халық бәрін көріп отыр. Бірақ сол істеп жатқан ісімізге жаулар да бар ғой. Жергілікті Лада газетінде басқа да жаңағы ресурстар пайдаланып біздерге шабуылдар болды. Жаңбыршин жемқор, барлық жаңағы нені тендерді солай шешіп отыр дейтін әңгімелер. Шындығында ол ақиқатқа жатпайтын. Себебі олардың бүкіл схемаларын бұздық біздер. Біздің команда үлкен шаруаларда жасадық. Бұрын шешілмей жатқан көптеген қордаланған 91-ші жылдан бері келатқан шешілмей жатқан мәселелерді шештік біздер. Авариялық үйлер, жұмыс жасамайтын лифтілер, теңіз жағын абаттандыру, көптеген шаруа, жерді бәрін қайтару мемлекетке, Ақбота паркын қайтару 11 гектар жерді, жаңағы теңіздің жағасына кетіп қалған жерлерді қайтару, құрылысы бітпей тұрған құрылыстарды жүргізу. Әрине оның бәрі ұнамайды. Себебі оның артында да үлкен күштер мен ресурстар тұрды. Менің ақылшылықтен алып тастағанда себебі сол болды. Себебі біздер соны тәртіп ойнатып бастағаннан кейін. Сондықтан мен ойлаймын, көбінесе осы жаңағы нәтижені жасайтын адам ғой, бірақ жүйе дұрыс болу керек. Мана айтқан бірнеше факторлардың бәрі орындалса, біз көрсеттік 3 жылда басқа модельмен жұмыс жасауға болатын да. Басқа модельмен жұмыс жасауға болатын. Бірақ ол басқаларға ұнаған жоқ. Сондықтан бұл жаппай бүкіл мемлекетте жасалыну керек. Тек қана бір өңірде немесе бір қалада, бір ауылда өте қиын жасау. Және оны аса қатты көрінбей де қалады ол. Көрінбей де қалады. Сосын сені жаңа айтып отырған ол енді прецедент қой. Басқаларына ол үлкен прецедент. Оны жабуға тырысады, оны жоқ қылуға тырысады. Мысалы, Грузия. Саакашвили қандай қылды Грузияны? Мысалы, жемқорлықты жойды. Барып келген жігіттердің бәрі айтып отыр. Полицейскийлер саған көмектеседі, сенен жаңағы пара алмайды. Міне, адам жасай алады оны. Сондықтан бізге уақыт келген сияқты біз кешігіп жатырмыз. Енді қазір алда үлкен реформалар болайын деп тұр. Менің ойымша осы парламент ғана реформаламау керек. Президент әкімшілігін реформалау керек. Үкіметті де реформалау керек. Акиматты да реформалау керек. Вообще жалпы мемлекет басқару жүйесін толық реформаламай, біз тек қана бір косметикалық жаңа жөндеулермен елді түзей алмаймыз. Жемқорлықты құрта алмаймыз. Жемқор жаңа сұрадыңыз, толық құртуға бола ма деп. Толық құртылмайды әрине. Ол идеалды жағдай. Идеалды қоғамда болмауы мүмкін, бірақ біздің қоғамда неше түрлі адамдар бар. Бірақ біз мейлінше соны азайтуымыз керек. Жаңағы Данияның деңгейіне жетпегенмен де сол мына біздің Австралия сияқты мемлекеттер бар, Грузия сияқты мемлекеттердің деңгейіне, Эстония хотя бы жетсек, сонда біз көп мәселені шеше аламыз. Көп мәселе шешіледі. Халықта билікке сенетін болады. Бізде бюджетте ақша да жететін болады. Жолымызда шұрық тесік болмайды. Айтпақшы, осы жолды қазір құс түсті ғой. Осы қаланың өзінде кейбір аймақтарға барып қалсаң, әлі жол салып жатыр. Енді сұрайсың ғой, жаңа таныстар бар деп. Жылдың басында тендер жарияланады. Сосын ол ұтып алған компанияның үстіне шағым жасайды. Ол қайтып алып келем дегенше күзге алып келеді. Сонымен күзде асығыс үйтіп салынады. Келер жылы қайтып сол баяғы айқай. Бұл мысал үшін кей жағдайда біз сол есеп беру үшін, яғни ең басты жасалынды, ақша игерілді деген нәрсені сол алға қоятын сияқты көрінеді маған сырттан қарағанда. Енді біз жастармен жұмыс жасаймыз, жастармен көбірек жұмыс жасаймыз. Біз барынша еркін алаң, кім мықты сол жеңіске жетеді, ары қарай жұмысын алға алып кетеді. Бірақ енді осы өтпелі кезеңнен ары қарай алып кетуде бізде көбінесе жаңағы енді айтып жатады ғой, ең бастысы ақ пен қараны ажырату, ортаны табу деген сияқты көп нәрсені үйретіп жатамыз. Бірақ сол жемқорлыққа келген кезде осындай елде болып жатқан көп проблема. Қазір проблема қаптап кетті негізі. Жаңағы лудоманиясы бар,
алаяқтықтың небір түрлері шығып кеткен. Біз кей жағдайда жастарымыз оған дайында болмай жатады. Ол жастар енді болашақ қой, енді біздің үлкендер енді түсінікті. Осындайда ойланасың да, кәдімгі қалай тезірек. Сіз де енді жастармен жиі кездесесіз, сізге де шығатын шығар. Жалпы сізге қазіргі жастарымыздың беталысы қалай? Ұнай ма, ұнамай ма? Көп андай жаңағы білгісі келетін жастар бар ма? Енді жастың да жасы бар ғой. Адам бәрі бес саусақ бірдей емес дегендей, мықты жастар бар. Олар біздің бен салыстырған уақытта білім деңгейі өте жоғары. Шетелде оқыған жастарымыз көп, тіл білетін жастарымыз көп, бірнеше тілде. Өте креативны, жаңағындай технологияларды меңгерген жастарымыз бар. Жалпы біздің заманымызбен салыстырған кезде олардың интеллектуалдық білім алу және сол білімді игеру деңгейі жоғары деп айтуға болады. Бірақ біздің жүйе білім берген олардан кішкене сапалырақ болған сияқты деп ойлаймын. Себебі біздер олар оқымаған пәндерді біздер оқыдық. Мысалы, мен өзім энергетика саласында оқыдым. Біздер 5 жыл оқыдық, 4 жыл оқытады. Біздің оқыған пәндеріміз олар оқыған жоқ. Кейбір мәселелерді олармен біз айқай саламыз. Бірақ былай қараған уақытта жаңағы әсіресе мына тілді меңгеру жағынан қарағанда олар өте жоғары. Мықты теорияларды біледі. Біздің мықтылығымыз бізде тәлім тәрбие мықты болды. Отбасылық, қоғамдағы біреудің ала жібін аттама, ұрлама, құндылықтар, адами құндылықтар мықты болды. Қазір құндылықтар оларда ол әлсіреген, руханият әлсіреген. Себебі қоғамда бізде тәртіп болды, үйде тәртіп болды. Қазір бізде қоғамда неше түрлі, соблазн дейді, неше түрлі бәле бар. Не бар, ақпарат келіп жатыр, неше ақпарат, әлеуметтік желі. Оларда иммунитет әлсіз кіріп кетіп жатыр. Неше түрлі ағымдар кіріп кетіп жатыр. Ол балдардың кінәсі емес, ол мемлекеттің кінәсі. Соған тосқауыл қоймаған. Сондықтан балдар, мен аяйым біздің қазір жастарда. Физикалық жағынан және руханият жағынан әлсіреу бар. Сөйлесеміз, көреміз, білеміз, кездесеміз. Сол кезде сондай жаңағы жағдайларды көріп қалып жатырмыз. Бірақ олар енді сондай көпкі сияқты зат қой. Дұрыс затты берсең тез қабылдайды, тез жөнделеді. Сондықтан қазіргі жастарда сондай бір мемлекетті дамытуға, осы жемқорлыққа деген жиіркеніш бар сияқты маған көрінеді. Қабылдамайды мынандай бұрынғы архаизмдерді, бұрынғы жат заттарды да. Себебі олар шетелге барып көріп келіп жүр. Басқа жақтың балдармен араласып жүр. Олардағы болып жатқан жағдайды көріп отыр. Олар да сол Қазақстанда сондай болған қалайды. Көбісі шыдамай кетіп қалып жатыр. Көбісі мемлекет қызметке барғысы келмейтіні, құқық органда барғысы келмейтіні сол. Себебі ана жердегі жүйені, былықты, іріңді олар көріп отыр да. Сондықтан бұлар қазір бір сондай қиын жағдайда жастар. Біліп отырсыз ба? Жасағысы келеді, мүмкіндік жоқ. Кеткісі келеді, мүмкіндік жоқ. Істегісі келеді, мүмкіндік жоқ. Біз соларға мүмкіндік беруіміз керек. Қасында біз ақыл айтып отыруымыз керек, дұрыс азаматтар. Сол кезде біз мемлекетті жөндей аламыз. Мына әкеміз айтатын, 30-дағы жасымен 50-дегі басымды берсе, талай тауды қопарар едім деп. Сол айтқандай 50-ден асқан жігіттерді, дұрыс жігіттерді қасына қойып, 30-дағы жігіттермен симбиоз жасап, мемлекеттің шаруасын жасайтын болсақ, халықтың шаруасын жасайтын болсақ, көп дүниені өзгертуге болады. Жастар бізге керек, білімі бар, бірақ оларды үйрету керек, бағыттау керек, жол көрсету керек, тәрбиелеу керек. Мықты жігіттер бар бізде. Енді әңгімені қорытындылайық. Жалпы қай сала болмасын, қай бағыт болмасын, қазіргі шығып жатқан проблемаларға бірінші кезек сауат. Және өзіңіз енді Маңғыстау өлкесінен шыққан, Маңғыстауда біз әлі білеміз, ол жерде тәрбие әлі бар, ол жерде жақсы осы отбасылық жаңағы
құндылықтарға негізделген сондай институт бар. Енді барлық аймақтарда бірдей емес, дегенмен сондықтан да тәрбие де керек. И және көп рахмет сізге. Біраз нәрсенің басын қамтыдық. Жемқорлығы жоқ елде жолығайық, жалпы соған атсалысайық. Өте дұрыс айттыңыз. Жаңағы бұл жерде жаңағы мемлекеттің мойнына да іліп қоймай, осы қоғамда белсенді болып жүрген азаматтар шығып, өзінің ағалық ақылын айтып, мына ағартушылыққа бет бұрған дұрыс. Енді қазір жұмысын жүргізіп, жан-жаққа жаңағы жолға қойып қойған азаматтарымыз бар. Кейде не жасауға болады деп сұраған кезде мен бірден айтам: қолыңнан келе ме ағартушылықпен айналыс. Шығып жастарға ақыл айт, қасында жүр, көзіне көрсет деген секілді. Сіз де сондай жандардың бірісіз, енді сыртыңыздан жақсы білеміз. Әңгімеңізге көп рахмет. Мына батпақта бақытты ел деген кітап бар. Иә. Автор Иванов болу керек, соны оқу керек жастарға. Финляндия деген мемлекетте ешқандай байлық жоқ еді, ресурс жоқ еді. Ол шведтің астында болды, орыстың астында болды. Жағдай кеткен өте кедей ел еді. Соны Снельман деген кісі ағартушылықпен айналысып, шіркеуге барып, поптармен сөйлесіп, әскерилерге барып, офицерлермен сөйлесіп, бүкіл елді аралап, интеллигенцияны айналасына жастарды жинап, өзі жас жігіт Финляндия қылды. Біліп отырсыз ба? Білімге күш салды. Білімге күш салды, денсаулыққа күш салды, ең бірінші адами құндылыққа күш салды, моралға күш салды. Адамдарға сенім ұялатты. Ол жерде ешқандай біздегі ресурс жоқ еді. Тек батпақтағы тұрған орман, тас ел еді. Қазір Финляндия жемқорлық жағынан сол жағы ондыққа кіреді, тәуелдігі аз, әлемдегі инновациялық елдің үштікке кіреді, мықты жаңағы білім жүйесі ол ондыққа кіреді, ең благополучный дейді ғой, ең жаңағы керемет адамдар өмір сүргісі келетін елдің бірінші орында, ол сондайға жетті. Ешқандай ресурссыз. Адами капиталды күшейтті, моральды күшейтті, руханиятты күшейтті, сенімді күшейтті, мемлекетті алып шықты. Интеллигенция, зиялы қауым соны жасады. Елді аралап жүріп айтты. Сондықтан мен жастарға айтатыным, мәселе ресурс, мына мемлекеттің байлығы ол қазба байлығы емес, мемлекеттің байлығы интеллектуалдық байлық. Міне сондай мықты зиялы қауым болса, солар алға бізді сүйресе, жастарға үйретсе, елдің ішіне барып уағыз айтып, дұрыс бағытқа бағыттаса, Қазақстан керемет ел қылуға болады. Финляндияда мықты ел болуға, себебі бізде ресурс бар. Адами ресурс та бар, табиғи ресурс та бар. Иә, балансты ұстап, алға жылжуға болады. Болады. Көп рахмет. Рахмет.